Бауыржанның тұлғасында біз мән беруге тиісті мынандай үлкен мәселе бар. Кеңес дәуірінде қазақ халқы кішкене кеңес дәуірі демейікші, 3 ғасыр біротана халық. Атымызды өзгертуге тырысты, затымызды өзгертуге тырысты. Жалпы бізге жасалған әртүрлі құлықтар болды, айлалар болды. Сондай кезеңде Бауыржан деген бір батыр шығады. Жаңа менсінбей жүрген ұлттың өкілі соғыс тұра алмаған айтып беріңізші деп соңынан жалынып жүгіріп жүреді. Бауыржан кругом шагом марш дейді, айтпайды. Бір ай жалынады, бір ай. Неге жалынып жатыр? Өйткені ананың ерекше болмысын танып қойды Александр Бек. Содан кейін Бауыржан айтады, мен оны сынадым дейді, әртүрлі қиын жерлерге жібердім. Содан қайтпайтын мінезі үшін жарайды айтайын деп келістім дейді. Және соғыста Волоколамское шоссе деген кітап жарыққа шықты. Ол кітап бүкіл әлемге тарап кетті. Мысалы Фидель Кастро ана кітапты оқығаннан кейін мына кітаптағы Бауыржанмен бір жүздесем деп армандаған. Бұл факты, тарихта бар нәрсе. Ташкент қаласына келгенде айтқан бұл әңгімені. Фидель Кастро. Сондықтан Бауыржан сондай езілген ұлттың, қараңыз, 16 жыл, одан кейінгі 28, 29, 30, 31, 32 жылғы зардаптар, одан кейін репрессия, соғыстан еңсесі езіліп жаншылған халықтың ішінен Алла Тағала жаңағыдай жарқ еткізіп бір найзағай сияқты тұлғаны шығарды. Және ол тұлғаның атақ даңқынан көп адамдар қорыққан, қызғанған, мысалы Жуков қызғанған. Бұл тұлға қазақтың еңсесін көтеріп жіберді сол кездегі. Қазаққа бір рух берді. Сондықтан міне Бауыржанның осы рөліне қатты мән беруіміз керек. Жаңа өзіңіз айтып отқан мысалға Міржақыптар, Ахметтер, олар енді барлығы әлемдік деңгейдегі адамдар ғой. Қазір жоқ деп айтуға болмайды, менің ойымша. Бар, тануға, түсінуге, көруге уақыт керек.